Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Осындай видеолар көп шыққанын қаласаңыздар, лайк басып каналға тіркелеміз. Және де тағы қандай құбыжықтарын түсіргенімді қалайсыздар комментарийге жаза кетіңіз. Ал кеттік. Үйге қайтып келе жас келіншек қала көшесімен келе жатыр. Және көптеген кештер сияқты. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін қала орталығы босап, көшелерді көліксіз және жаяу жүргіншілерсіз қалдырады. Ол дүкенді жауып, аялдамаға жалғыз баруға мәжбүр болған кезде шыдай алмайды. Және ол бір аптадан кейін өзі тұратын жердің дәл бұрышында орналасқан жаңа жұмысқа кіріскеніне өте қуанышты. Ол дүкенге соңғы рет келгенде және үйге жалғыз өзі баруға мәжбүр болған соңғы бірнеше түнді бастан өткеру керек. Бірақ дәл қазір оның ең үлкен алаңдаушылығы ол музыканы ойнауды тоқтатты. Жас келіншек оны тексеру үшін телефонын суырып алады. Ол өлді. Ол зарядтағышты қосуды ұмытып кеткен болуы керек. Ол мұны істегенде шыдай алмайды. Енді ол автобуспен бүкіл сапарын терезеден басқа жерге қарауға мәжбүр болады. Бұл не болды? Әйел телефонынан жоғары қарайды. Ол біреуді көрді ме? Ол бұрылып қараса, көшенің арғы бетінде бірдеңені көреді. Қазір қараңғы, және ол тек үлкен қараңғы фигураны ғана көре алады. Бірақ ол оған ұзақ қарамайды да қайтадан жүре бастайды. Қадамды сәл жылдамдатады. Ол аяқтың дыбысын естіп, иығына қарайды. Көшенің қарама-қарсы жағындағы адам да қозғалып келе жатыр. Және қараңғыда қалу үшін көше шамдарынан аулақ болып, онымен бірге жүретін сияқты. Ол сәл жылдамырақ қозғала бастады. Және олар да қозғала бастады. Жас келіншек қалтасына бұрыш спрейін салып жатыр. Ол адамның не істеп жатқанын, не қалайтынын білмейді. Бірақ онымен кездесуге дайын болады. Ол жүре береді де иығына қайта қарайды. Олар қазір көшені кесіп өтіп, оған қарай бет алды. Ол аллеяға сүңгіп кетеді де бұрышқа бұрылып, көзден таса болған бойда жүгіруге асығады. Ол аллеядан мүмкіндігінше жылдам жүгіреді. Ол көргенінен қорқып, артына қарайды. Бірақ ол жерде ешкім жоқ. Мүмкін ол қателескен шығар. Олар оның артынан қуған жоқ. Бірақ ол тоқтап, оны анықтауға ниеті жоқ. Ол аллеядан секіріп шығып, бар күшімен жүгіре берді. Ол аялдамаға жүгіріп барып, ақыры тыныс алу үшін тоқтайды. Ол сағатына қарап, автобус дәл қазір келуі керек. Бірақ ол еш жерде көрінбейді. Ол жан жағына қараса, аллеядан шығып бара жатқан қараңғы фигураны көреді. Және ол тура оған қарай бет алады. Ол аялдамаға қарай еңкейіп, қалтасынан бұрыш спрейін алып, саусағын триггерде ұстайды. Қараңғы фигура оған қарай жылжи береді. Кенеттен қараңғы көше жарықтандырылады. Әйел өзінің құтқарушысын көру үшін артына қарайды. Бұл автобус. Ол бұрылып қараса, жарық оны итеріп жібергендей аллеяға қарай шегініп бара жатқан қараңғы фигураны көреді. Әйел жеңілдеп күрсініп, ақыры автобус оның алдына тоқтаған кезде сәл босаңсыды. Есік ашылып, әйел ішке кіріп, мен ешқашан автобусқа мінгеніме қатты қуанған емеспін, дейді ол жігітке. Жүргізуші, ол транзиттік картасын сканерлеп жатқанда, жүргізуші ешқандай реакция жасамайды. Шын мәнінде ол оған мүлдем жауап бермейді. Ол жай ғана тіке қарап тұрады. Әйел оған қысым жасамайды. Ол мүлдем бос болса да, автобуспен жүруге қуанышты. Ол автобустың артына қарай бет алып, орындыққа отырады. Автобус кетіп бара жатқанда, ол аллеяда тұрған және оны бақылап тұрған қараңғы фигураны көрдім деп ант беруге дайын. Автобус қаланың бос көшелерімен күркіреп келе жатыр. Ал әйел терезеден қарап, ауыр сынақтан кейін өзін тыныштандыруға тырысып, терең тыныс алады. Біраз уақыттан кейін ол автобустың әдеттегідей тоқтамайтынын, немесе бұл үшін мүлдем тоқтамайтынын байқайды. Олар маршрутты өзгертті ме? Әлде ол дұрыс емес автобусқа отырды ма? Олар оның аялдамасына жақындап қалды. Сондықтан бұл маңызды емес және ол сымды тарту үшін қолын созады. Қоңырау соғылып, автобустың алдыңғы жағында аялдама сұралды шамы жанады. Бірақ жүргізуші тоқтайтын немесе тіпті баяулайтынының белгісін көрсетпейді. Ол сымды қайтадан тартып жатыр. Бірақ әлі де ешқандай реакция жоқ. Үйінің жанынан өтіп бара жатқанын көріп, бұл менің аялдамам деп айғайлайды. Бірақ жүргізуші оған мүлде мән бермейді. Ол орнынан тұрып, алға шығып, сен мені естімедің бе? Бұл менің аялдамам. Жүргізуші әлі күнге дейін ешқандай реакция жасамайды. Мен айттым. Ол қолын созып, иығынан ұстап, өзіне қарай бұрылды. Тек бейтаныс адамның көзіне, жаңа мәйітке қарап тұрғанын көрді. Әйел айқайлап, артқа қарай секіреді. Өйткені жүргізуші оған қатты құлады. Ол өлі денеден, сондай ақ автобустың апатқа ұшырауынан қатты қорқады. Бірақ рөлге қараған кезде оның өздігінен қозғала беретінін көреді. Бұл әйел қазір қатты үрейленіп тұр. Ол айқайлап, есікті қағып жатыр. Бірақ ол ашылмайды. Автобус жылдамдықты арттыра бастағанда қозғалтқыш гүрілдейді. Ол не істерін білмей, артқы есікке қарай жүгіреді де, оны ашуға тырысады. Бірақ ол да көнбейді. Автобус жылдамдықты одан сайын арттырып, бұрылыстарда тайып кетіп, бір жағынан екінші жағына лақтырылады. Ол жерге құлап, басын ұрады. Ол қабағының салмағы 100 фунт екенін сезіп, оны ашық ұстау үшін барын салады. Ол әлі де ояу тұра алады. Және автобустың төбесіне қараған кезде есінен танып, басын көтергенде желдеткіш саңлаулардан жасыл газдың шығып жатқанын көреді. Бұл оның көзі бір жолы жұмылғанға дейін көретін соңғы нәрсесі.
жіңішке аяқтарын ашатын сияқты. Автобус осы жәндік тәрізді өсінділердің үстінде тұр, ал оның төбесі екі үлкен қанатқа бөлінген. Содан кейін автобус аспанға ұшып, қанаттарын жайып, түнге қарай ұшып кетеді. Бұл жас келіншек қауіптен құтылғаннан кейін, оның құтқарушысы одан да жаман, әлдеқайда нашар адам болатынын қайдан білсін. Өкінішке орай, ол үшін ол өз еркімен ЕКП 2086 үлгісін басып алды. Бұл өлімге әкелетін аномалия. Ол өзінің адам құрбандығын қадағалап, көзге көрінбейтін жерде жасырылады. ЕКП 2086 бұл ЕКП қорының буынаяқтылар филумына жататын түрге берген атауы. Бұл топқа өрмекші тәрізділер мен шаян тәрізділер де кіреді. Бұл оғаш тіршілік иелерінің омарлар мен өрмекшілердің көпшілігінен айырмашылығы, олар қазіргі көрінбейтін қоғам арасында қозғалу үшін камуфляждың жетілдірілген түрін пайдаланады. ЕКП 2086-ның барлығы ересек үлгілері қоғамдық көліктің қандай да бір түріне ұқсайды. Нақты маркасы, үлгісі, шығарылған жылы және бренд атауы әртүрлі. Үлгіден үлгіге. ЕКП 2086 үлгілері азық-түлік іздеп, қалаларымыздың көшелерімен жүреді және бір қарағанда олар жай ғана еліктейтін стандартты көліктерден іс жүзінде ерекшеленбейді. Дегенмен, мұқият тексергенде, оларды құрайтын болады. Ағаш, пластмасса және шыны бұл материалдар емес екені анық. Мүлде, бұл көптеген адамдардың қатты экзоскелетін құрайтын зат болып табылатын мамандандырылған хитиннің бір түрінен басқа ештеңе емес. Жәндіктер және басқа буынаяқтылар. Және бұл ЕКП 2086-ның шын мәнінде көрінетіндей емес жалғыз аспектісі емес. Автобустың дөңгелектері шеңбер бойымен айнала алады. Бірақ олар сонымен қатар ЕКП 2086 толық биіктікте тұрғанда өте әсерлі көрініс беретін ұзын, жіңішке аяқтарға айнала алады. Төбесі де жәндіктердің қанаттарына ұқсайтын алып, қанаттарға бүктелуі мүмкін және күшті аяқтармен ауаға секіргеннен кейін қанаттары жайылып, автобус ұшып кетуі мүмкін. Бұл оның болмаған кезде айналып өтудің таңдаулы тәсілі болып көрінеді. Жасырын аң аулау режимінде. Оның фаралары сонымен қатар ЕКП 15 ИТС және ЕКП 745 сияқты екі үлкен биолюминесцентті оптикалық мүшелерден тұратын толық биологиялық механизм болып табылады. ЕКП 2086 үлгілерінің аутопсиясы олардың бүкіл органдар жүйесі бар екенін көрсетті. Соның ішінде жүрек, ми және асқазан. Олар тіршілік иесінің ішкі камерасында еденнің астында орналасқан. Алайда, ЕКП 2086 қосымшалары тек қозғалу үшін ғана қолданылмайды, және оларды объектілерді нәзік манипуляциялау үшін қолдануға қабілетті екендігі байқалды. Бұл факт олардың ұя салатын жерлерінде сынық материалдарынан өрескел баспана салғаны байқалған кезде белгілі болды. Бұл ұялар мен онда болып жатқан жан түршігерлік оқиғалар туралы толығырақ кейінірек айтатын боламыз. ЕКП 2086 ұясында болмаған кезде ол тамақ іздеуде болады. Әдетте, ЕКП 2086 данасы маршруттың басына дейін ұшып, қала көшелерімен жүре бастайды. Адам жолаушыларын алып, тіршілік иесінің ішкі бөлмелеріне ықыласпен кіріп, бұл қарапайым автобус деп ойлайды. Өзінің экзоскелетімен бірге, нағыз көлікке өте ұқсас. ЕКП 2086-да әлеуетті жолаушыларды алдап, оларды оның олжасына айналдырудың тағы бір ерекше қорқынышты айласы бар. Өздігінен жүретін автобус көпшілікті оған отырар алдында екі рет ойлануға мәжбүр етеді. Сондықтан ЕКП 2086-да алдамшы жүргізуші пайдаланылады. Ол шын мәнінде шелак тәрізді затқа салынған және сақталған адам мәйіті. Алдыңғы орындықтан мәйіттің ішіне кішкене талшықты процестер шығып тұрады. Олар оны орнында ұстайды. Тіпті мәйітті автобусты басқарған кезде қозғалыс көрінісін жасау үшін манипуляциялауға қабілетті. ЕКП 2086 жеткілікті мөлшерде жиналғаннан кейін, оның пікірінше, зардап шеккендердің саны үлгіден үлгіге қарай өзгеретін сияқты. Ол өзінің ішкі желдеткіш саңлауларынан улы газды шығарады. Бұл газдың адамдарға хлороформға ұқсас әсері бар және борттағылардың бәрі иесінен танып қалады. Қазір ол жасына толы тіршілік иесі, бірақ оның ішінде қамалған адамдармен қоректенбейді. Керісінше оларды ұя салатын жерлеріне апарады. Сонда нағыз сұмдық басталады. Бұл ұя салатын орындар көбінесе пайдаланылмай қалған, немесе мүлдем қараусыз қалған металл сынықтарының үйінділерінде орналасады және дәл осы ұяларда ЕКП 2086 жас үлгілері кездеседі. Ал ересек үлгінің салмағы 17 000 келіге дейін жетуі мүмкін. Бұл кәдімгі автобустың бос салмағы болып табылады. ЕКП 2086 кең ауқымды далалық зерттеулер мен бақылаулар нәтижесінде кішірек, кәмелетке толмаған үлгілер анықталды. Ересек әріптестерінен әлдеқайда кіші, салмағы 200 келіге де жетпейді. Бірақ олар бұл өлшемде ұзақ тұра алмайды. Ересек ЕКП 2086 адам ол жасына толы ішкі камерасы бар ұяға оралғанда, ол есіктерін ашып, кәмелетке толмағандардың ұяға кіруіне мүмкіндік береді. Бұл олардың қоректенуі және өсу үшін. Ішке кіргеннен кейін, кәмелетке толмаған бала жолаушыны автобустан шығарып,
көшеге шығарады. Хлороформ газының әсері дәл осы уақытта әлсірей бастайды. Бірақ бұл кезде тым кеш болады. Содан кейін кәмелетке толмаған үлгі адамды капюшонының астында орналасқан тесікке итере бастайды. Бұл оның жүргізуші орындығы орналасқан ішкі камерасына қосылатын ас қорыту жолының бір түріне әкеледі. Содан кейін кішкентай шаш тәрізді өсінділер орындықтан шығып, жәбірленушінің денесіне енеді. Ол оларды жүргізуші орнында ұстайды және сол жерде ұстайды. Сонымен бірге қазіргі уақытта қанды айдайтын қоректендіру түтіктері ретінде әрекет етеді. Құрдымға кеткен жолаушы адамның қаны толығымен айдалғаннан кейін қоректендіру түтіктері тұзды ерітіндіні шығара бастайды. Өйткені ішкі бөлік шелак тәрізді затпен толтырылады және екі әсерде тиімді балзамдау үшін біріктіріледі. Және мәйітті сақта. Ол өскенде өз алдына жем болады. Және бұл процесс өте жылдам жүреді. Жаңа туған ЭКП 2086 қоректік заттарға қол жеткізе алатын болса, бір аптаның ішінде жетіледі. Содан кейін ол өзі үшін жаңа олжа көздерін іздей бастайды. Оның ұрпақтары көп болуы мүмкін. 2086 адам 8 күннен кейін көбейе алады. Ал аналықтары 20-ға дейін ұрпақ бере алады. Бірақ олардың өмірі өте қысқа және олардың бүкіл өмірлік циклі әдетте 12-15 күнге созылады. Тамақтандыру және толық өлшемді өсу процесін бастамас бұрын балапандар да ұядан шығып, қала бойынша жасырын қозғалады. Аялдама белгілерін алып тастап, оларды жылжытады. Көбінесе кері бағытта бағыт жасайды. Бұл оның өз ұясы. Бұл әдетте ересектер өз колониясына қайтару үшін жем іздеген кезде жүретін жолдар. ЭКП 2086 үлгілері дүние жүзіндегі ірі қалаларда табылды және жақында қоғамдық көлікті пайдаланған хабар ошарсыз кеткендерге көмек көрсету қоры жаңалықтарды мұқият қадағалап отырады. Қордың далалық агенттері жіберіледі. Қосымша тергеу үшін ықтимал қауіпті аймақтарға барыңыз. Барлық табылған ұялар, егер олар әлі табылмаған болса, химиялық жарылғыш заттармен жойылуы керек. Бұрын ЭКП 2086-ның тірі үлгілерін ұстауға және сақтауға күш салынды және қазіргі уақытта қорда конверсияланған ұшақ ангарында сақталған осындай 5 үлгі бар. Олардың өмір сүру ұзақтығы қысқа және көбею жылдамдығы жоғары болғандықтан, кез келген уақытта ұсталатын тірі үлгілердің саны айтарлықтай өзгеруі мүмкін және көбінесе жүргізуші ретінде қызмет ете алатын D класындағы қызметкерлердің санына байланысты болады. Алынған үлгілер жойылады немесе одан әрі биологиялық зерттеулер жүргізу үшін қорғалған жерде сақтау үшін арнайы контейнерге жіберіледі. ЭКП 2086 тұрақты қоғамдық көлікті пайдаланушылар үшін ең қауіпті аномалиялардың бірі болып қала береді және ЭКП қоры оны кетер санатына жатқызды. Анықталған колониялар табылғаннан кейін аз күш жұмсап жойылуы мүмкін болса да, жабайы табиғатта әлі қанша ұя салатын жер бар екені белгісіз. Сондықтан келесі жолы автобусқа отырғалы жатқанда оған ерекше назар аударыңыз. Әйтпесе автобусыңыз ешқашан барғыңыз келмейтін жерге бағытын өзгертіп жатқанын байқауыңыз мүмкін. Енді барып ЭКП 745 фаралар автокөлігіндегі терроризмге қатысты басқа іс бойынша файлды қарап шығыңыз. Және ЭКП қорының құпия мұрағаттарынан келесі аномалия туралы бірінші болып білу үшін жазылуды ұмытпаңыз.